Адамдардың санасына үрейді, жоқшылықты өмір сүре алмай қаламыз ба? Кедейліктен құрып кетеміз бе дейтін, басымызды көтерсек өмірден айырыламыз ба дейтін үрейді қолдан тудырған сияқты нұрғауындық жүйе, нұротандық жүйе қазақ халқына жоқшылықты қолдан тудырып отыр. Қолдан жұмыссыздық тудырып отыр. Қолдан кедейшілік тудырып отыр. Қолдан электріңді жоқ қылып отыр, электріңді Қытайға сатып отыр. Қолдан көмірді жоқ қылып отыр, көміріңді Қытайға сатып отыр. Қолдан азық-түлікті қымбаттатып отыр. Қолдан мына ауруды қиындатып отыр. Айналайын қазақ халқым, қашанға дейін отырасың осындай сорлы болып? Қашанға дейін өзіңнің ата-бабаңның жерінде өзің құл болып отырасың? Қашанға дейін осындай жоқшылықты көресің? Ертең сенің қарындасың сол 9 қабаттан секіруін күтіп отырсың ба? Ертең сенің қызыңның басына осы күннің келуін күтіп отырсың ба? Еркек тоқ құрбандық деген қайда? Басыңда тауға да тасқа тұрып күреспейсің ба қазақ? Неменен даяйсың? Біз күрестік қой, түрмесінде көрдік қой, қамалдық қой, сотталдық қой. Батыстың қысымымен аман қалдық қой. Өлген жоқпыз ғой, бізге не істей алды? Шамасы күшті болса, қуатты болса кеп қағып өлтіріп кетпей ма? Шамасы жоқ, мәлкілдеп отыр, мәлкілдеп әрең отыр. Сендер неғып отырсыңдар айналайын қазақтың азаматтары, қыздары, жігіттері? Аштан өліп, қорлықтан өліп, жоқшылықтан өліп, аурудан өліп, қоректік жетіспей, бәрін 40-50-ге жетер жетпей, ауру сырқау болып өліп. Дүниенің сорлысы болып отырғанша, немене күн мынау күн? Оян менің қазағым. Көзіңді аш қазағым, мына сөзімді жеткіз әрбір қазаққа. Әрбір қазақ ұйымдас. Ячейка, ұяшық құр, достарыңды жина қасыңа, туыстарыңды жина қасыңа, руластарыңды жина қасыңа, бірігер қазақ. Жауың анау мынау емес, алдама, сенің жауың анау мынау емес, сенің жауың нұрғауындық жүйе. Басқа жауға алданба, сені анау жау, мынау жау деп өлтіріп от кетерсе алданба. Сенің бүкіл бақытсыздығыңның бір ғана себебі бар, нұрғауындық жүйе. 3500 мешіт салынды, бәленбай медресе бар ғой деп, оған сенбеңдер. Ол 3500 мешіт, 3500 мешіт. Неге Қазақстанда мектеп салынбайтын кезде, балабақша жетіспейтін кезде, аурухана жетіспейтін кезде, төсек орын жетіспейтін кезде, ең зәру, ең арзан деген дәрілердің өзі жетіспейтінде 3500-ді аталмыш атының кім екендігі белгісіз саудагерлер, байлар салып қойған. Ол не қылған мешіт? Қазақстанда оң нәрсе бар ма? Қазақстанда бір оң, прогресс, Құдай жақсы көретін, адам көріп көзі сүйінетін, естіп құлақ сүйінетін нәрсе бар ма? Жоқ. Енді не қылған 3500 мешіт? Ол халықты 3500 наркоздау орталығы, халықтың санасына укол салу, наркоздау, патшаға бағын дейтін, дәлелсіз, пәтуасыз пәлсапаны халықтың құлағына сіңдіру, сөйтіп халықты уағыздау, ол дүниенің елесіне еліттіру, жәннатты аңсату, бәріңді болды. Мына дүниені тәркі қыл, ұмыт, таласпа, ештеңкеге дауласпа, неге мен кедеймін, мен неге бұлай, неге Қазақстанда өндіріс жоқ деп ойлама. Тек қана болды, ол дүниені ойла, ашамайыңды жуып, қырыстал ашамайға айналдырып, күніне 500 мәрте тоңқаңдап, әне анау қажыға барды, ара тұра бір жентік тастайды, ара тұра анау сектант ақындарды қажыға жіберіп тұрады, сектант жазушыларды қажыға жіберіп тұрады, соған алданып, мәз болып, жәннаттың кілтін алдым деп, содан ана жәннатта берілетін, мына дүниеде қолым жетпейтін тоқалдарды, ана хордың қыздары саны 70 дейді, ойбай 120 дейді, ойбай 40 дейді, жоқ 4 дейді, ойбай деп соған таласып, сонымен біздің бүкіл есі дұрыс, дінге берілген адамның көбінің есі дұрыс. Солардың бәрін жаңағы наркоздап, нирвана халге кіргіздіп, сонымен олар мына дүниені тәркі қылып, ана аштан өліп жатқан сәбилер, анау жоқшылықтан, қабаттан 3 баласын құшақтап секіріп өлген әйелдер, оның бәрін ұмытып, бір Аллаға тапсырдық деп, әлгілер тоңқаңдап, ол дүниелік болып, тәркі дүниелік болып кетеді. Міне халықты наркоздаудың тәсілі осы. Мен дінге қарсы емеспін, бірақ мен секталарға қарсымын. Халықты мына дүниеден аздырып, тоздырып, мына дүниені ұмытқызып, ана бір қасиетті әулеттер, қасиетті кландар, тек осы басқаратын 30 жыл тапжылмай, халықты тек солар басқаруға тиіс. Сен бөлек сортсың. Сен тек осы тоңқаңдап жүре бер деп, халықты аздыратын осындай сектанттарға қарсымын мен. Естеріңді жиыңдар, қалың елдің қазағы.